Кайырлы кеш, қымбатты достар, кусына телеарнасында «Время говорить» бағдарламасы сіздермен бірге Маргарита Иванова. Біз бастаймыз. Ну что же, наша передача начинается. Какой план на сегодня? Конечно же, учиться. Традиционно сегодня мы продолжаем обучение в языковом центре. Трилогия на тему КС продолжается. Мы подходим к апогею, но прежде предлагаем вспомнить, с чего все начиналось. Итак, поехали. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, Маргарита? Қалыңыз қалай? Шүкір, амандық. Біздің өтетін тақырыбымыз бүгін тағы жыл мезгілінің бірі, ол қыс мезгілі. Қандай бұлар? Бәрі де қандай? Мана біз сөзді қолдандық. Көңілді. Көңілді. Дұрыс айтасыз. Тамаша, ары қарай кеттік. Таудан төмен сырғанап, шаңғы шана тебеміз. Қолы жоқ сурет салады, тісі жоқ тістеп алады, ол не? Аяз? Енді өзіңіз мынандай бір тапсырма орындап көріңізші, сөйлем орастырыңыз. Кестені қолданып сөйлем құраңыз. Так, у нас есть 3 варианта. Кім? Бос уақытта не істейді екен, чем же занимается? Так, составляем. Мен демалыста коньки тебемін. Тамаша. Өте жақсы. Мен бос демалыста коньки тебемін. Жақсы. Менің досым қысқы демалыста шаңғы тебеді. Тебеді, дұрыс. Біз жексенбіде аққала жасаймыз. Жасаймыз, жақсы. Неге біз жасаймыз? Бұл жерде біз не көріп тұрмыз? Мен, сен, ол. Местоимение. Жіктік жалғауларды қосып отырыңыз. Мысалға, мен демаламын, сен демаласың. Ол, третье лицо будет демалады. Тамаша. Изучая казахский на протяжении 3 месяцев, мы пришли к первым трудностям. А именно та проблема, с которой сталкивается абсолютно каждый человек, который начинает изучать для себя абсолютно новый язык. А именно, он уже имеет определенный словарный запас, но для того, чтобы красиво соединять эти слова в словосочетания, предложения и далее текст, необходимо знать грамматику. К ней мы еще с вами не приступали. И сегодня настал тот момент, когда мы выучим первые грамматические правила, а именно познакомимся с местоимением. Тема сегодняшнего урока – местоимение или есімдік на казахском. Есім – это имя. Что такое местоимение? Местоимение – это такая часть речи, которая указывает на предмет, не называя его, то есть используется вместо имени. Например, эту девочку зовут Айнур. Я хочу указать на Айнур, не называя ее. Тогда я скажу «она». У местоимения есть несколько видов. Сегодня мы разберем личные и вопросительные местоимения. Они для нас сейчас самые необходимые. Личные местоимения в единственном числе. Первое лицо – это «я», второе лицо – «ты», вежливая форма «вы», третье лицо – «он», «она», «оно». Множественное число первого лица выглядит как «мы», второго лица – «вы» и третьего лица – «они». На казахском личные местоимения будут жіктеу есімдіктері. Первое лицо – единственное число – «мен», второе лицо – единственное число – «сен», вежливая форма – «сыз», третье лицо – единственное число – «ол». В казахском языке третье лицо единственное число не имеет мужского, женского или среднего рода. Есть только одно слово «ол». Множественное число. Первое лицо выглядит как «быз», второе лицо – «синдер», вежливая форма «сыздер», третье лицо – «олар». Прослушайте и запомните новые слова. Я, мен, ты, сен, вы, сыз, он, она, оно, ол. Мы, быз, вы, синдер, вы, сыздер, они, олар. А теперь давайте поговорим о вопросительных местоимениях. Вопросительные местоимения – это слова, которые служат для выражения вопроса о предмете,
о его качестве, принадлежности или количестве. Употребляется в вопросительных предложениях. Вопросительные местоимения: кто, что, какой, который, откуда, где, сколько и когда. Послушайте и запомните новые слова. Кто, кым, что, не, какой, кандай, который, кайсы, когда, кашан, куда, кайда, откуда, кайдан, где, кайда, сколько, канша. А теперь давайте попробуем из тех слов, которые мы знаем, составить вопрос. Как тебя зовут? Сенің атын кім? Ответ будет менің атым. И вы подставляете свое имя. Например, менің атым Маргарита. Теперь давайте попробуем спросить, сколько тебе лет. Сенің жасың нешеде? Ответ начинается так: менің жасым. И вставляете ту цифру, которая соответствует вашему возрасту. Ат есім имя, жас возраст. Мінекей кішкене есімізге түсірдік. Ал енді ұқсастығын тауып көрейік. Так. Қараңыз, мына жерде қарамен жазылған сипаттаманы мына көк шеңбердің ішінен тауып алу керек. Қайсысы дұрыс келеді? Түсі цвет, да? Түсі Аппақ. Жауады. В данном случае зимой падает с неба. Можем сказать Лупельдек. да? Снежинки вот когда падают, прям красивые такие, ловишь на ладошку. Жақсы. Салмағы. Салмағы. Ну, часто мы это слово применяем. Салмағы қандай? Вес. Весомость какая? Салмағы. Вот, допустим, мы пушинку берем и говорим, она какая? Пушистая. Вот это слово пушистая переводится үлпілдек. Так. Не істейікті. Аяқ астында мысалға алқанеки. Қар не істейді аяқ астында? Таңертең жұмысқа келе жатқанда аяқ астында қар сықырлайды екен. Ал біз өткен күзде жапырақтар аяқ астында не істеді дедік? Сыбдыр етеді деп айттық, иә? Жақсы. Ал мұздай. Оқыңыз өзің. Қолды. Беті үсітеді. Тағы не істейді екен ол? Суды қатырады. Шығарып қойсақ, суды қатып қалады. Сурет салады. Бұл не? Жаңа сіз айттыңыз. Жаңа мен дұрыс естімеген сөз үш әріптен тұрады. Аяз. Ол сурет салады. Ол қатырады, және қатты аяз болғанда үсіп кетуге болады, иә? Сол себептен қыста қалай киініп жүру керек, Маргарита? Жылы киініп жүру керек, иә? Ауырып қалмауымыз үшін. Жақсы. Енді сіз мына қарлы кесек бойынша жаңағы жұмбақтарды шештік қой. Ұнағанын өзіңізге жаттап алыңыз, және біреуге оны айтып беруге тырысыңыз, жақсы па? Жақсы. Болды бүгіндікке. Сонымен қандай сөздер есіңізде қалды? Какие выучила? Бүгін есіңізде не қалды? Қыз, қыс айлары, желтоқсан, қаңтар, ақпан, аяз. Тамаша. Ал сөз тіркесімен немесе сөйлемімен қысқаша айта аласыз ба қыс туралы? Пару предложений о зиме. Қыс келді. Қыс айлары, желтоқсан, қаңтар, ақпан. Қысқа қар жауады. Мұз қатады. Еще балалар демалысқа шығады, да? Демалысқа шығады. Сонда демалғанда қандай ойындар ойнайды балалар қысты күні? Шаңғы. Потом жыныша как-то. Шанады. Сани. Тағы не істейді екен? Қараңыз, әрине. Есіңізге түсіріңіз. Мұз айдыны, да? Мұз айдыны это на каток. Каток, да? Там они катаются. Жақсы. Сіз осы қыс айында қандай бос уақытыңызда, демалғанда, не мен айналысқанды ұнатасыз өзіңіз, Маргарита? Что вам нравится делать зимой?
может просто прогуливаться по снежному парку. Ну да, это самое лучшее. Қандай тамаша таза ауа серуендеп жүргенді ұнатасыз деп айтуға болады. Жақсы ендеше. Жұмысыңызға рахмет. Рахмет. На этой позитивной ноте мы подходим к завершению нашей сегодняшней программы. Надеюсь, подаренной мотивации хватит вам до следующей недели, когда мы вновь встретимся в рамках суперпроекта «Время говорить». Меня зовут Маргарита Иванова. До встречи в эфире САУ «Болнсдар».